Құрметті студенттер, мен Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжінің оқытушысы Даримбаева Назира Исенхановна жартылай өткізгішті диодтар тақырыбын түсіндіріп өтейін. Сабақтың мақсаты жартылай өткізгішті диодтар дегеніміз не? Жартылай өткізгішті диодтардың түрлері қандай болады? Және диодтың қосылу схемасын түсіндіру. Жартылай өткізгішті диод дегеніміз екі шықпасы бар, тоқты бір жақты ғана өткізіп беретін электроника элементінің түрі. Мына үшінші слайдта диодтардың сыртқы көрінісі көрсетіліп тұр. Екі шықпасы бар және сыртқы корпусы әртүрлі болып келеді. Пластмассадан, шыныдан жасалынады, керамикадан жасалынады, кейде корпуссыз да болып келеді. Төртінші слайдта диодтың құрылысы және шартты белгісі көрсетілген. Суретте көрсетілгендей, құрылысы П типтен, Н типтен тұрады. П тип дегеніміз П оң зарядтар, яғни олар кемтіктер деп аталынады. Н типтегі зарядтарымыз теріс зарядтар, олар электрондар деп аталынады. Екеуінің ортасында ПН өткел бар, және екі шықпасы анод және катод деп аталынады. Оң зарядтар анод, теріс жағы катод болып саналынады. Бесінші слайдта диодтың вольтамперлік сипаттамасы көрсетілген. Қызыл сызық арқылы идеалды ПН өткел, ал көк сызық арқылы реалды ПН өткелі көрсетілген. Алтыншы слайдта диодтың түрлері көрсетілген және шартты белгілері көрсетілген диодтардың. Түзеткіш диод дегеніміз ол аз жиілікті айнымалы тоқты тұрақты тоққа түрлендіру үшін, яғни түзету үшін қолданылады. Варикап бұл сыйымдылығы кері кернеуден тәуелділігін қолдануға негізделген жартылай өткізгішті диодтың түрі, яғни сыйымдылығы электр түрде басқарылатын элемент болып саналады. Ал стаблитрон бұл кернеу түсуі өтетін тоқтан тәуелсіз болатын диодтың түрі. Кернеу тұрақтандыру үшін қолданылады. Шотка диоды металл жартылай өткізгіш өткеліне негізделген, осының әсерінен тез әсерлілігі жоғары болып саналады. Келесі слайдта көрсетілген диодтың түрі туннельді диод. ПН өткелдегі бөгеу қабаты өте жұқа жартылай өткізгішті диодтың түрі. Жарық диоды бұл жұмыс принципі бойынан тоқ өткен кезде ПН өткелінде жарық сәуленуіне негізделген жартылай өткізгішті диодтың түрі болса, ал фотодиод дегеніміз ол кері тоқ ПН өткелдің жарықтылығына тәуелді болатын жартылай өткізгішті диодтың түрі. Және бұл диодтардың өзіне тән вольтамперлік сипаттамалары болады. 8-ші слайдта диодтың қосылу схемасы көрсетілген. Диодтың қосылу схемасы екі түрге бөлінеді: тура қосылу және кері қосылу. Тура қосылу дегеніміз қорек көзінің оң полюсіне диодтың оң полюсын қосылуын айтамыз. Кері қосылу дегеніміз қорек көзінің оң полюсіне диодтың теріс полюсының қосылуын айтамыз. 9-шы слайдта диодтың қосылу схемасына мінекей мысал келтірілген. Б суретінде диодқа кернеу берген кезде кемтіктер мен электрондардың бір-біріне қарай тартылып жатқанын көреміз. Яғни тоқ өте жақсы өткен, амперметрден көрініп тұр тоқтың шамасы жоғары екені. Ал кері қосылған кезде диодымыз онда кемтіктер мен электрондар бір-бірінен тебіліп жатқанын көреміз және тоқтың өте әлсіз екенін көреміз. 10-шы слайдта диодтың тура қосылу кезіндегі құрылымдық схемасы және вольтамперлік сипаттамасы көрсетілген. Суретте көрініп тұрғандай, егер диодты тура қосқан кезде онда тоқ оң жарты периодтан өтеді екен. 11-ші слайдта диодтың кері қосылуының құрылымдық схемасы және вольтамперлік сипаттамасы көрсетілген. Бұл жерде кері қосылған кезде тоқ
теріс шарты периодтан өтеді және тоқтың мәнінің әлсіз екені көрініп тұр. 12 және 13 слайдта диодтың тура және кері қосылуына мысал келтіріліп тұр. Яғни диодтың бойынан өткен тоқтарды көрсетіліп тұр. Тура қосылу кезіндегі тоқтың қалай өтіп жатқаны және кері қосылу кезіндегі тоқтың қалай өтіп жатқаны көрініп тұр. Ал 13 слайдта амперметрден тоқтың, яғни минус 0-ден төмен екені де көрсетіліп тұр. Назарларыңызға рахмет.